Баршаңызға қайырлы күн достар. Енді балды торт жасау үшін сағаттап уақыт жоғалтудың қажеті жоқ. Өйткені 30 минутта дайын болатын рецептімен бөлісеміз. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен балға қант қосып, жай отқа қойып қыздырамыз. Үстіне кішкене сода қосып араластырып аламыз. Және артынан сары май қосып араластырып, оттан аламыз. Енді басқа ыдысқа құйып, суытып аламыз да, ұн қосып бір келке масса жасаймыз. Енді дайын массаны пергамент қағаз төселген противенге 2 бөліп құйып, 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Оған дейін кремін жасаймыз. Ол үшін қаймаққа қант ұнтағын салып араластырамыз. Енді піскен корждардың шетін кесіп аламыз. Коржға кремді жағып, үстіне келесі коржды қоямыз. Шетін кесіп алған бөліктерін блендермен майдалап, торттың үстіне сеуіп шығамыз. Және крем үсінуі үшін 2 сағатқа қалдырамыз. Міне достар, аз ғана уақытта балды тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер достар, ас болсын.